Қайырлы күн менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен қысқа өте керемет, нанға жағып жей беретін, тәбетіңізді ашатын, дәмі сондай ерекше және жасалу жолы өте оңай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Керекті заттарды описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен майымызды құямыз. Мен бүгін осылай далада үлкен қазанға жауып жатырмын. Біздің отбасы мүшелері көп болғандықтан біз өте көп мөлшерде салат жабамыз. Пиязымызды саламыз қызып тұрған майға және араластырамыз. 1-2 минутқа қалдырамыз. Оның үстінен капустамызды саламыз. Араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Егер де аз мөлшерде жасаймын десеңіздер, осы описание бөліміндегіні 2 есе азайтыңыздар, достар. Оның үстінен майдаланып туралған қызылшамызды саламыз. Жақсылап араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Арасында араластырып тұру қажет, немесе күйіп кетеді. Келесі үстінен чоркамыздан өткізілген сәбізімізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Арасында осылай араластырып тұру қажет. Келесі үстінен болгарскийімізді саламыз. Болгарскийді ет тартқыштан өткізіп алдым. Қараңыздар, түрі өте сочный болып шығып тұр. 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут қайнауы қажет. 10 минуттан соң ет тартқыштан өткізілген помидорымызды құямыз. Барлығын осылай алдын ала дайындап алдым. Енді үстінен помидорымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осындай сочный болып шығады. Енді үстінен ет тартқыштан өткізілген чесногымызды және қызыл бұрышымызды қосамыз. 5-6 штук лавр листін және қара бұрыш себеміз. Біркелкі етіп араластырып аламыз. Және оның үстінен зелень, петрушка, укроп сепсеңіздер болады, достар. Және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Кішкентай мөлшерде құм шекерімізді саламыз. Құм шекер біздің помидорымыздың ащылығын алып, керемет дәм беріп тұрады. Жақсылап араластырамыз. 5 минутқа қайнатамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Банкілеріміз стерилизациядан өтіп жатыр. Енді бөлек ыдысымызға дайын болған салатымызды құйып аламыз. Алдын ала стерилизациядан өткен банкімізге салатымызды құйып, закрывашкамыздың көмегімен бекітіп аламыз. Және бір түнге жылы етіп орап қоямыз. Осымен біздің өте керемет, өте оңай, дәмі сондай ерекше болып шығатын, жасалу жолы өте оңай салатпен бөлістім сіздермен. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар.